Сәлем баршаңызға достар, бүгін өте тез дайын болатын қуырдақ пісіреміз. Ол үшін бізге картошка, пияз және бауыр қажет болады. Ең алдымен қазанға майды қыздырып, оның үстіне пиязды салып қызарғанша қуырып аламыз. Одан кейін ұсақтап туралған бауырды салып, 10 минуттай пиязбен бірге қуырамыз. Оның үстіне тағы да ұсақтап туралған картошканы салып, бетіне қажетінше тұз дәмдеуіштерді сеуіп, қайнаған аз ғана ыстық су құйып, баяу отта піскенше бұқтырамыз. Міне біздің қуырдағымыз дайын, өте тез дайын болады және өте дәмді болып шығады. Жақындарыңызға, отбасыңызға осылай пиязбен ұсынсаңыздар өте дәмді. Астарыңыз дәмді болсын.